Бүгін біз Бақдәулет Парсаханның тігін үйінде қонақтамыз. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бақдәулет мырза, осының барлығы қалай басталды? Жалпы тігінге деген қызығушылығыңыз, осылай үлкен тігін үйін ашамын деген ой қайдан келді? Тігінге қызығушылық ең бірінші кезекте ерлер стиліне қызығушылықтан басталды. Өзім бұрыннан кішкентай кезден мектеп оқып жүрген кезде осы классикалық костюм, галстукпен әдемілеп киіп жүруге қатты қызығатынмын. Өзімнің көретін фильмдарым, сериалдарымның барлығы да сол осы костюммен жүретін сериалдарды көріп, киімдерін көріп тоқтатып қойып жақындатып сөйтіп көріп отыратын бұрыннан. Сөйтіп солай осы қызығушылық осы тігінге, осы саладағы әдемі киім өндіруге ұласа бастады. Біз қазір Бақдәулет мырзаның жұмыс орнындамыз. Жалпы костюм тігу процесін көретін боламыз. Бақдәулет мырза, бізге өзіңіздің жұмыс орныңызды таныстырсаңыз. Мына осы бізде цех деп атаймыз, жұмыс орны осы жерде. Мына артымызда қарасаңыздар тігін машинкалары ар жағында тік тұр. Жұмыстың барлығы 100%-ға осы жерде жасалады. Жаңағы мата шетелден келген кезден бастап, содан бастап жаңағы үлгісін бәрін жасап, осы жерде сызып, матаны кесіп, толықтай осы жерде тігемін. Енді бізге қазір бір ай көлемінде тігілетін костюмды көрсетсеңіз. Қазір тігіп жатқан жұмыс барысындағы костюмді көрсетейін. Қазір жұмыс барысында мынау пиджактың шамамен бір 80%-ға жұмысы дайын болып қалды деп айтуға болады. Қазір міне жағасын тігіп жатырмын. Мынау пиджактың жағасы қайырылып тұрған, мынау лацкан деп аталады мына жері, оның үстінде жаға тұрады кішкентай. Сол жағасын мен қазір матамен қаптап жатырмын. Ішінде осындай жаңағы бортовка деп аталатын материал осы. Ал енді түсті қалай таңдайсыз? Адамның өзінің бет келбетіне қарап, немесе түсіне қарап, қалай таңдайсыз түстерді? Негізі ол жағынан қатты қарамаймын. Өйткені жаңағы база түстер ол барлық адамға келе береді. Сондықтан содан бастаймыз. Одан кейін жаңағы ерекше түстерге адамның өзі маған айтады, келіп мен осындай түс киіп көрдім, маған ұнап қалды, осы жақсы болады сияқты деп өзі маған ұсынады. Мен соны келісіп таңдаймыз. Бақдәулет мырза, келгенімізге өте қуаныштымыз. Ары қарай да сізді енді әлемдік деңгейдегі жоғары лауазымдардан көре берейік. Сізге сұхбат үшін үлкен рахмет. Сіздерге рахмет, келгендеріңізге танысқаныма қуаныштымын.